Così muji like it. Сәлем достар, біз бүгін сурет саламыз. Ол үшін бізге сурет дәптері керек, и фломастер керек. Достар, бүгін біз не саламыз? Комментарийға жазып кетіңіздер. Біз бүгін Roblox'тың кіретін жерін салатын боламыз. A few minutes later. Бізге осындай свет керек, и осы свет керек. Ал достар, біз салуды бастайық. Кіретін жерін салып жатыр. Енді серый цвет керек. Сұр. Я сұр. Осалына. Енді бізге сыртын көк түспен бояу керекпіз. Осындай көк түспен. Ол үшін бізге осылай төрт бұрышты қылып салып алуымыз керекпіз, достар. Ашық түс қыл. Енді бояйық. Ал достар, біз біттік. Енді адамның Roblox'тағы адам персонаждардың суретін салуға бастайық. Бізге ол үшін қара цвет керек, әртүрлі цветтер де қажет болады. Бізге осылай аяқ, екінші аяқ, осылай. Осындай қолдары болады, роботтың қолдары. Енді бастарын саламыз. Олардың бастары төрт бұрышты болады. И ауыздары. Шаштарын саламыз. Енді біз бояуымыз керекпіз. Так, бізге үстін, давайте біз қыздың суретін салдық. Біз қыздың үстін осындай розовый цветпен салайық.
Енді бұл шалбарын қызыл цветпен қызыл цветпен салайық. Екеуі почти бірдей болсын. Оранжевый цветке ұқсайды. Енді давайте аяқ киімін жасылмен бояйық. Енді бетін осындай адамның кожасының цветімен бояйық. Біз біттік. Енді біз мына жаққа ұлдың суретін саламыз. Ол басқаша. Тура солай осындай денені салып алу керек. Қолдары болады. Енді басын тоже төртбұрышты көзі, аузы. Енді шашын ұлбыл. Енді бояуға кірістік. Так, бізге үстінде давайте осындай көк түспен бояйық. Енді аяғын жоқ. Давайте аяғын осындай цветпен бояйық. Тоже көк түс сияқты. Бұлда көк түс қой, фиолетовый. Аяғын енді қоңыр түспен бояйық. Қоңыр түс. Енді бетін тоже жаңағы түспен бояймыз. Біз біттік. Ал достар, біз енді үй салайық. Үйді біз төртбұрышты қылып алуымыз керек. Үйдің есігі. Екі этаждық болады. Осылай. Енді терезелерін салайық. Мына жаққа енді бұлай саламыз, наоборот. Енді үйдің осылай салып аламыз. Енді түтін шығатын жері.
түтін шығып жатыр. Енді біз бояуға кірістік. Достар, біз ұмытып кетіппіз ғой. Үйдің нандайсы болады ғой осылай. Осындай ұмытып кетіппіз. Енді бояуға кірісейік. Бұл үйдің үстін қоңырмен бояйық. Енді түтін шығатын жерін біз осындай түспен бояйық. Көк түспен. Енді үйімізді мына жағын көк түспен, мына жағын қызыл түспен. Қызыл түспен. Достар, біз екінші үйдің терезесін салып алайық, соңын екінші этажына көшеміз. Терезесіне бізге көк түс керек. Енді үстіңгі этажын бояйық. Көк түспен бояймыз. Тоже көк түспен. Достар, біз үйді де осындай суретті де салып біттік. Қай сурет ұнады, комментарийға жазып кетіңіздер. Лайк басып, тіркеліп кетіңіздер. Бәріңізге сау болыңыздар. Всем пока!